Армысыздар, қадірменді көрермендер, Атамекен телеарнасында ашық әңгіме бағдарламасы. Бүгін бізде алыстан атарбалатып келген үлкен қонағымыз, сүйікті әншіміздің әкесі Нұртас Айдарбеков қонақта. Қош келіпсіз шығыс жеріне. Бүгінгі өзіңіздің бейтіп арнайы біздің телеарнаға келіп, әңгіме дүкен құруға келісім бергеніңізге үлкен рахметімізді айтамыз. Міне бүгін өзіңіз шығыс жеріне бірінші келуіңіз бе? Жоқ, мен енді бұның алдында Өскеменге келгенмін. Қайраттың ән кешін өткізген кезде бірге келіп, енді бір-екі әнімді орындап, Қайраттың концертінде болғанмын. Маған бірінші рет емес, бірақ енді бүгін сіздердің телеканалдарыңызға осындай жаңағы Қайраттың кештерін ұйымдастырып жүрген Айдын деген жігіт өздеріңіздің осы Өскемен қаласының тұрғылықты тұрғыны, сол інім кеше мен осы жаққа бір шаруалармен келдім. Жолдастарым тұрады осында Өскеменде. Енді фамилияларын айтпай ақ қояйын, Ерекең деген досым бар осында. Сол кісілер күтіп алып, Қатон Қарағай жаққа барып, бір-екі күні енді көп уақыт болмады, демалып келсем ба деген және бір шаруалар бар еді. Сол жағдайда келгенмін, сонда Айдын күтіп алып мені ұшақтан түскеннен кейін аға осындай телеканал бізде жаңадан ашылып жатыр, сондай керемет, жақсы көтеріліп келе жатыр, жұмыстары сондай бір керемет деп бір сұхбат беріп кетесіз ба дегенде мен айтып едім, қайтарда алла жазса, ана жақтан қайтып келе жатқанда міндетті түрде соғамыз деп. Енді менің бүгін сәті түсті сол күн. Сондықтан мен келіп отырмын, сіздерге көп рахмет. Жобаларыңыз алға баса берсін деген ниетім бар. Рахмет. Айтқаныңыз келсін, Алланың құлағына шалынсын. Нұртас, мен енді сізге бір қоятын сұрағым, мына Қайрат енді ең басты біздің бүгінгі таңда аты шығып, жаңағы жас болса да ел танып жатқан ер жігітіміз, Қайраттың әкесі өзіңіз, жаңағы анасы Гүлзира екеулеріңіз сол Қайратты алға халыққа танытып, оның өнерін дамытып, оған қолдау жасап деген сияқты. Міне бүгін мен өзіңізден естіп отырмын бірінші рет, сіз өзіңіз де өнерлі адамның бір екенсіз. Жаңа Қайраттың да талай әндерін өзіңіз жазған екенсіз, өзіңіз де орындайды екенсіз, талай-талай концерттік бағдарламалар беріп келіпсіз, енді шығыс жеріне келем деген ойыңыз бар екен. Осы өз өнеріңізге тоқталсаңыз. Енді өз өнеріме тоқталатын болсам, мен шынын айтсам, жас кезінде осы Алланың берген жаңағы 2 ұлын семья отбасы деп Кеңес одағының кезінде, одан Кеңес одағы ыдырай бастаған кезде ондай бір мүмкіндіктер болмады, шын айтсам, ән салуға. Осы Құдайдың берген перзенттерін жетілдірсек деген оймен кішкене сауда саттықта жүрді деген сықылды. Ал енді бүгінгі таңда Аллаға шүкір, енді Құнанбай болмаса Абай қайдан шықты деп жатады ғой енді. Дұрыс айтасыз. Сөзіңіздің жаны бар. Мынау осыдан бір 1-2 жылдың төңірегі болды. Қайрат маған айтатын, ұлым, енді ол менің 3 ұлым бар, Құдайға шүкір, соның үлкені осы Қайрат. Тұңғышыңыз. Маған сол айтты бір осы 2-3 жылдың төңірегінде, әке, енді өнер деген нәрсе менің түсінгенім, сондай бір іште тыпыршып бір жатпайтын дүние сықылды. Жасың ұлғайса да, ұлғаймаса да бір сондай бір өнер, ішіндегі өнерді көрсеткің келе ма, қалай түсіндірсем болады, сондай жағдайда болатын дүние. Сондықтан енді әке, сіз енді Аллаға шүкір, енді қазір біз жетілген жасқа келдік. Енді аздап қолыңыздан келгенше өнеріңізді халыққа көрсетсеңіз. Енді жасыратын жоқ, менің бір сондай бір музыкалық білімім жоқ. Бірақ енді қаннан келген ба, менің анам өте әнді жақсы салатын кісі еді. Содан тарады ма, енді бір Қайрат Нұртас болмасақ та, қолымыздан келгенше
әудейтініміз бар. Енді мен мынау оңтүстік Қазақстанда Тараз қаласы, Қызылорда облысында, Шымкент облысында қолымнан келгенше өзімнің ән кешімді өткіздім. Енді мынау қазіргі осы қыркүйектің ортасына қарай ма өзім ойлап жүрмін, осы Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстанды бір кішкене аралап қолымнан келгенше өнерімді халыққа алдына аз да болса жайып салсам деген ой бар. Дұрыс айтасыз. Ал енді Нұртас Гүлзира жеңгеміз, ол кісі ән айта ма? Жоқ, енді шын айтқанда әудемейтін қазақ болмайды, бірақ енді ол кісі сондай бір музыкалық әнге деген шілей бір құштарлығы жоқ, бірақ өте еңбекқор, өте мына өнерді сондай бір жақсы көретін кісінің бірі деп айтсам, мен қателеспеген боларым. Ал енді оның бер жағында қай ана болмасын, өзінің перзенті үшін мен ойлаймын, әке де ондай қылып жасай алмайды, өзінің перзенті үшін. Ана дегеніңіз ол өзінің ананың орны бөлек дейсіз ғой. өзінің ұлы үшін қандай тірлік болсын соған басын тігуге дайын. Мен өзімнің көзбен көріп те жүргенім, ойымда жүрген нәрседе, енді ол өте еңбекқор. Мына өнерді өте қатты құрметтейді. Өнер десе енді кішкенасын жерге қояды деңізші. Дұрыс. Ал енді Нұртас, міне бүгінгі күні жаңағы енді бұрылып кеп қайтадан Қайрат бауырымызға келейік. Жаңағы анасы да, өзіңіз де жаңағы Қайратқа тірек болып жатсыздар ғой. Ал енді бүгінгі күні міне үлкен концерттер беріп жатыр. Үлкен жаңағы шығармашылықтар шығарып жатыр, жаңағы клиптар деп айтып жатырмыз. Енді болашақта осы Қайраттың болашағын қандай көресіздер сіздер, ата-анасы? Енді осы таяуда, осыдан декабрь айында ғой, енді өздеріңіз куә болдыңыздар. Мынау біздің елордамыз Астана қаласында, Астана арена дейді ғой, енді сол жерде 32 мыңнан аса, егер домалақтайтын болса 35 мың кісі ғой енді. Сондай кісіні жинап концерт өткізді. Аллаға мыңдау шүкір, мына ресейлік әріптестері келді қонаққа. Енді ол концертті қою әрине оңайға түскен жоқ. Бірақ енді жаңағы өнердегі ағалары бар, өнерге жанашыр ағалары бар. Одан қала берді ата-анасы менімен жаңағы анасы Гүлзира. Қолымыздан келгенше атсалыстық, сол концерттің бір жоғарғы деңгейде өтуіне жанымызды салып, ұйқыны да, күлкіні де бәрін жиыстырып қойып, мен ойлаймын өткіздік, дегенмен халықтың ойынан шықтау деген ойымыз бар. Ал енді келешекте одан да жоғары деңгейде өткізсек па деген ойымыз бар концертті. Осы біздің өзіміздің елімізде. Ал енді бір жыл бойына шағатын болсаңыз, Қайраттың практически уақытысы жоқ. Өйткені өзіміздің Қазақстанда жылда болмағанда 2 айналып жүру керек концерттік бағдарлама. Одан қала берді шетел бар. Атап айтатын болсам, Ресей, Моңғолия, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан, сосын кейін жаңағы неге барады? Ош, мынау Қарақалпақ ағайындар бар. Соның бәрі бір жылда бір рет айналып шығуға графикте Қайратта тұр. Енді Алла жазса көреміз. Ел тыныш, жұрт аман болса, биыл сол декабрьге қарсы тағы да бір үлкен концерт, мен ойлаймын, бағдарламада бар. Енді тек еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын деп ойлаймын. Қалғанның бәрі ол өткен концерттен де жоғары деңгейде өткізсек па деген. Әрине, ол тәжірибе ғой. Жылдан жылға одан да жақсы жаңағы бағдарламалар ойларыңызға түйіндеген ойларыңыз дами береді. Ал енді міне айттыңыз 3 ұлым бар деп. Енді осы екі кішкентай ұлға тоқтайықшы. Қайраттың артынан өнер қуған ұлдарыңыз бар ма? Жоқ әлде олардың көзқарасы өнерге басқалай ма? Енді 2 ұлым бар Қайраттан кейін. Екіншісі қазір 21-ден асып қалды. Ол өзіміздің Астанада қолымда Евразийский университетте оқиды. Экономика, транспорт жағында оқиды. Бірақ ол әнге бір сондай әншілік несі жоқ.
бірақ іштерінен жақсы көреді өнерді. Бірақ енді ол мынау допқа жақындау, футбол кішкентайынан сол футбол ойнап сол жағынан өнері бар. Одан кішісі мына Бейжің дейді ғой, Пекин қаласында оқиды. Биыл 4-ші курсқа өтіп келді, Алла жазса. Ол енді боксқа кетіп қалды. Екеуі де спорт жағына кетіп қалды. Жақын дейсіз. Олар енді өнерге, қайраттың несіне. Бұлай өздерінше айтады енді. Әу демейтін қазақ болмайды деп жаңа айттым ғой. Рас айтасыз. Бірақ енді олар қайрат сияқты өнер жолында ондай несі жоқ. Ал енді мына жаңағы отбасын туралы әңгіме қозғап отырмыз ғой. Нұртас семьяда, үйде, Қайрат деңіз. Мен айтып жатсам. Нұртас, сізді айтам. Отбасында, үйде ең бастысы кім? Гүлзира ма, жоқ әлде сізді? Гүлзира жеңгеміз бе? Жоқ енді. Бұл енді күлкі болсын, кішкене қызық болсын. Әр үйдің өзінің бір басшысы болады ғой. Күлкі болсын деп жатсыз ғой енді. Күлкі болса күлкі болсын. Мен сізге кішкене енді дөрекілеу болса да айтайын. Қазақта бір жақсы сөз бар. Қатын басқарғаннан қараң қалады деген. Рас айтасыз. Бұл сөздің ұяттығы жоқ дейді. Онда тұрған ештеме жоқ. Біз сыйлаймыз Гүлекеңді. Өйткені ол менің балаларымның анасы. Дұрыс айтасыз. Балаларымның сүйікті анасы. Мен Аллаға шүкірмін, Гүлекеңмен бас қосқалы 30 жылдың төңірегінен болды. Енді 30 жылдың ішінде осындай балаларды дүниеге әкеп, менімен қосақтасып, осы балалар жетілем дегенше барлық көрген жақсылығымызда, қиыншылығымызда бірге бөлісіп келе жатырмыз. Сондықтан ол кісіні сыйлаймыз бәріміз, жақсы көреміз. Балаларды жақсы көреді. Ал енді бірақ енді жаңа басшылық дегенге келіп жатыр ғой енді. Бірінші мен сөйлеймін, содан кейін қалған сол кісі. Және ол кісінің ақылын әрқашанда тыңдаймыз. Не болған жағдайда да отбасында ақылдасып шешуге тырысамыз. Дұрыс, бұл бір жанұяның бір ерекшелігі шығар. Мен бұл сұрақты жай қойған жоқпын, өйткені Гүлзира жеңгеміздің аты көп. Телевидениеде шығады. Сізді шынын айтқанда бірінші рет міне көріп отырмын. Теледидардан да көп көрмеппін, қарап отырсам, өзім жаңа өз-өзіме ойланып отырсам, осы Нұртасты көрдім ба мен әкесін Қайратын десем, көрмеппін. Бірақ Гүлзира жеңгемізді жиі көреміз. Әрине ол жаңа өзіңіз айтып отырсыз, ол бірінші продюсерден бұрын ол кісі анасы, үйдің жаңағы берекесі, ұйтқысы, ал сіз болсаңыз тірегісіз. Толағайдай әкесі ол кісісіз. Әрине, бұл бір жерден, бір жеңнен қол шығарып отырған жанұяның бірсіздер. Ал енді мені тағы да бір толғандырып отырған сұрақ, жаңағы Қайраттың концерттік бағдарламасы деп жатырмыз. Құдайға шүкір, аты әлемге аян десем, аз өтірік айтпайтын сияқтымын. Жаңағы бауырлар спорт жағына деп отырсыз. Ал енді өзіңіз, міне қазір өзіңізге тоқталайық, концерттік бағдарламам деп отырсыз. Көп әндерін Қайраттың өзіңіз жазасыз ба, жоқ әлде композиторлар бар ма, арнайы жазатын? Композиторлар бар. Және өз әндеріңізге тоқтасаңыз. Енді Қайраттың көп әнін негізі композиторлар жазады. Енді мен оның барлығының аттарын Қайрат өз әрине біледі. Менің ең бастысы бірінші өзіңіз жазған. Қайрат туралы кішкене тоқтала кетейін. Қайраттың әндерінің мына бірінші Алла, екінші ең бірінші шыққан әндері білесіздер, Арман, Ауырмайды жүрек деген бүкіл елге, ол енді Бауыржан Есебаев ініміздікі. Ал енді мен жайына келсем, менің өзімнің жазған 5-6 әнім бар, өзім орындалуымда, Қайраттың орындалуында бір-екеуі орындалып жүр. Бір-екеуін айта кететін болсам, Әкені аңсау деген әнім бар менің. Одан кейін Ағажан деген әнім бар. Одан кейін жаңағы Гүлекеңе арналған бір-екі әнім бар, Сүйдім сені деген. Енді көп, оның бәрін енді бұл жерде Алла жазса ертең концерттік бағдарламамен келсем, бірінші болып сіздер тыңдайсыздар, халық тыңдайды. Осылай, әлі де Алла жазса жазамын ба деген ойдамын. Нұртас, мына Гүлзира жеңгеміз екеулеріңіз осы қалай таныстыңыздар?
қайдан осындай Нұртас Айдарбековтер отбасы пайда болды? Сол жайына тоқтасаңыз. Мен енді 85 жылы әскерден келдім. Ол кезде Кеңес одағы болатын. Сонда жаңа қалада үлкен ағайымның қолында тұрдым. Сонда оның да үлкен ағайының үйі сол біздің ағаймен, енді мынау дом дейміз ғой, микрорайонда. Сонда тұрады екен. Ол да сол жерде оқып, ол енді менен жастау, Гүлзира. Екеуміздің айырмашылығымыз 4-5 жас. Сонда сол кіріп шығып жүргенде, мен әскерден келген жігіт, ол жас жаңағы мектепті бітіріп, оқу орнының бірінші курсында оқып жүрген қыз. Содан әйтеуір таныстық сәтін салып. Одан ол Алматыға кетті оқуға, өзінің каникулы бітіп. Мен қазіргі Астана, Целиноград қаласы болады, мен сонда кеттім. Содан әйтеуір ол кезде телефон жоқ, тек қатпен еді ғой, мәселенің бәрін қатпен шешетін едік қой. Сол қат алысып тұрдық екеуміз. Содан кейін мен Алматыға оқуды ауыстырдым. Алматыға бардық. Сол жастық шағым сол Алматыда жүріп, 88 жыл үйлендік біз. Содан бері міне Алла жазса бірге келе жатырмыз. Қайрат 89 жылғы білесіздер. Қайрат 89-да дүниеге келді. Одан кейін 94-те бір ұлымыз келді. Аллаға шүкір. Одан кейін 96-та бір ұл келді. Мен осылай өмір сүріп жатырмыз. Қайраттың балалық шағынан бір қызықты оқиға есіңізге түспес пе екен? Енді Қайраттың балалық шағында қызықшылығы негізі көп. Бәрі есте жоқ, бірақ дегенмен алғашқы перзент болған соң Қайрат негізі бір, қалай айтсам болады, ақ көңіл. Мысалға, мынау нәрсе Қайратқа әперсеңіз, осы маған ертең керек болады деген нәрсені Қайрат күні бүгінге дейін ондай нәрсені ұқпайды. Мынау біреу мынау ұнайды десе, ол бүйтетін дейді, ала ғой дейді. Жаңағы айтып отырмын, қазақша айтқанда, мынау маған ертең керек болады ау, мынау құнды нәрсе деген нәрсені Қайрат ондай нәрсені ұқпайды. Сосын кейін жаңағы бала кезінде Қайратқа мен айтатынмын, мына үйдің бір жерінен бала ғой, абойды ма бұл нәрсені жыртып қояды енді. Сосын көрсетемін, Қайрат, мынаны сендер ары қарай жыртып жібермеңдер. Мынаны бүйтіп ертең келіп мен клей әкелемін, жапсырып қоямын сен. Қайсыны мынаны ма папа деп тартып одан бетер жыртып жібереді. Ол сондай бала болып өсті. Бірақ енді Аллаға шүкір, бүгін бәрі де жақсы. Ал Қайраттың мінезі ерке ме? Қайратты негізі ерке бала деп айтсам, қателік болады. Қайратты мен қаттырақ ұстадым бала кезінде. Жалпы мен балаларға өзім былай сырт көрген жұрттар айтады, ой сіз осы не деген жұмсақсыз деп. Бірақ мен балаларыма өте сондай қатты болдым, білмеймін. Ол балалар болғаннан кейін шығар. Солай болды ма, білмеймін. Балаларым Қайрат қана үйде, менімен жаңа үйдің үлкені болған соң кішкене арасында бір әзілдеседі. Папа андай, папа мындай деп, былай жалпы ондай бір шли бос жібермедім балдарымды. Одан көрініп тұр, өйткені Қайратты бір қырынан қарағанда бір ерке шорқа бала сияқты. Енді ол сахнада ғой. Сахнада, иә. Сахнада. Ал енді өмірде қандай екен деп көп сұрақтар қояды көрермендер. Өмірде қандай екен Қайрат деп. Содан кейін сұрап жатқан сұрағым ғой. Өйткені үйдің тұңғышы болғаннан кейін, мен өзімде үйдің тұңғышымын. Тұңғыш бала болғаннан кейін, бала кезінде ерке болғанымен есейе келе ана бауырларына қарап өзі есейді екен. Сол сияқты жаңағы Қайратта енді қазір енді ол да сіз сияқты бір үйдің тірегі ғой енді. Сізді жаңа анасын қолдап, енді сіздер оны осындай дәрежеге жеткіздіңіздер. Енді оның да бір несі бар ғой, қайтарымы деген сияқты, иә? Иә, рахмет. Өйткені ата-ананың алдында бала әке-шешенің борышын өтей алмайды екен. Еш уақытта. Иә, еш уақытта. Өзіңіз білесіз, одан өзіңізде. Ал енді ата-анаңызға тоқталсақ, сіздің Гүлзираның. Енді менің ата-анам қайтып кеткен кісілер, жаңа айтып отырмын ғой, мен үйде өзі 9 перзент болған екенбіз, қазір 7-еуміз қалдық. Үлкені 73-ке кетіп бара жатыр. Мен ең соңғы 9-шы. Менің өзім 50-ден асып келем. Ата-анамыз қайтып кетті. Әкем менің 75 жасында қайтыс болды, анам 80 жасында қайтыс болды.
Енді апаларым бар, ағаларым бар, бәрі мынау туылған жеріміз жаңағы Шымкент облысының Түркістан қаласының ауданы. Ағаларым, апаларым бәрі сол Түркістанда тұрады. Мен ғана шетте жүрген, Алматыда тұрдым 18 жыл, одан Астанаға кеттім, қазір мені 15 жыл болып бара жатыр. Астана қаласында тұрдыңыз? Иә, мен Астана қаласында тұрамын қазір. Сол Алматыда пәтеріміз бар, бірақ көбінесе Қайраттың жұмысы, өнер жағының бәрі әлі Алматыда ғой. Сонда барамыз, келеміз әйтеуір жұмыс сапармен. Бірақ тұрғылықты тұрып атқан жеріміз Астана қаласы. Солай, міне енді бүгін өздеріңіздің шығыста отырмыз. Ал енді шығыс жайында кішкене сөз енді шығыс жайында не айтсам қандай әсер қалдырды өзіңізге? Өте керемет. Мен жалпы мынау шығыстан негізі былай айта кететін болсақ, шығыстан шыққан өнер адамдар өте көп. Бибігүл Төлегенова апамыз бар, өзіңіздің білесіздер. Роза Рымбаева, ол кісі де маған апай болып келеді, 4-5 жас үлкендігі бар. Одан қалды мына ініміз Тоқтар Серіков. Сондай бір өнерде өздерінің ойып тұрып алған орны бар. Қазақтың жүрегінде қалған кісілер ғой. Одан қала берді, бүгін мен шын айтсам осы келген 3 күннің ішінде мен білмеппін Қазақстанда мынадай табиғатты жері бар екен. Мен кеше барып көріп, сондай. Қай жерде болдыңыз? Катонда болдым. Иә, болмаса Катонның жерінде болдыңыз. Катонның жерінде. Катон-Қарағай деген ол екінші Швейцария деп аталайды ғой. Швейцарияңызда да бәрі қолдан жасалған ғой. Орта жолда қалады ғой деймін, Швейцария. Мұнда бәрі кәдімгі, орыстарда айтылады ғой, естественно деп. Бәрі кәдімгі өзі солай шыққан бір. Енді мен таң қалдым, не деген табиғат, не деген керемет жер. Не деген көркем дедім. Рас айтасыз. Қазір міне тағы да келсеңіз, келесі жолы жаңа Айдын ініміз Бұқтарма деген бар бізде. Алла жаса. Иә, сол сияқты Марқакөл деген жеріміз бар. Марқаның жері өте әдемі. Міне қаламыздың, Өскемен қаласының шетіне тіпті шықсаңыз, көзіңіз тоймайды мына сұлулыққа. Келесі жолы Айдын бауырым айтайын, мына теплоходқа отырғызып, осы Нұртасты, Гүлзира жеңгеміз екеуін, Қайратты, жаңағы балаларыңызды алып, қонаққа келгенде мына теплоходпен бүйтіп судың пен жүзіп өтсеңіздер, сумен керемет табиғаттың әдемі көркем жерлерін көресіз. Осы алысқа кетпей-ақ, осы қаланың шетіне шығып-ақ, ары қарай жүре берсеңіз, өзі тоқтаусыз жүре береді екенсіз. Оған өзімде көзім жетті, өзім туған жерім осы болғанымен көп жерін әлі көре алмаппын. Соны уақыт болғанда бір шыққанда осы керемет табиғаттың көркемдігіне кейде таң қалам. Осы я қолда барды алтынның қадірі жоқ дейді ғой. Қолда бар, дұрыс айтасыз. Сондықтан сол табиғатты, өзің жеріңді, өзіңнің өлкеңді, сіз жаңа айтып отырсыз, шығыс жеріне келем деп келіңіз. Өйткені жаңағы Нұртастың жаңағы әндерімен келсеңіз де, жоқ әлде Қайратпен келсеңіз де, Гүлзира жеңгемізбен бірге сіздерді шығыстың халқы кең құшақ жая қарсы алады. Оған күмәніміз жоқ. Өйткені бүгінгі күні өзімде сүйіп тыңдайтын әншім, ол түгілі бүкіл жастар әндерін айтып жүреді. Тойда болсын шырқалып жатады әндер. Ал енді келіп бізге сұхбат беріп, бүйтіп уақытыңызды бөліп, жағы өзіңіздің ойыңызбен бөліскеніңізге әрине айтар әңгіме көп. Қымбатты көрермендер, міне бүгін бізде қонақта болған біздің сүйікті әншіміз Қайрат Нұртастың әкесі Нұртас Айдарбеков. Ал сіздермен келесі жүздескенше демекпіз. Сау болыңыздар. Мүмкін басқа жерге барармыз. Мына жерде ылғи жастар ғой. Aynalayın karağım, karadın nege. Kartayıp meni kaşığa, baramın deme. Ömür ötse de, yollar
geçse de özünü süye kartı geçse de ömür ötse de yıllar geçse de özünü süye kartı geçse de Şaşlarına ak düşse Jaraskan senin Birge canım tüsündak Ömürdün menin Ömür ötse de Yıllar geçse de Özünü süye Kartı geçse de Ömür ötse de Yıllar geçse de özünü süye kartı geçse de